Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын беляшидің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, беляшиміздің ортасы толығымен піскен. Рецепт сізге ұнайды деген үміттемін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Беляшиміздің алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүтке ашытқымызды қосамыз. Ашытқымызды салып болған соң тұзымызды қосамыз. Содан соң қантымызды. Содан кейін жұмыртқа мен ерітілген сары майды саламыз. Заттарымызды қосып болған соң венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз универсальный болып келеді, яғни бұдан сосиска в тесте немесе пирожки деп пісіруге болады. Жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз көтерілгенше ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Фаршқа тұз бұрышын қосып, майдалап туралған пиязымды қосып аламын. Содан соң жақсылап араластырып аламын. Араластырып болған соң бетін жауып қойып қоямыз, себебі беті кеуіп қалуы мүмкін. Қамырымыз 2 еселенді. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөлетін боламын. Қамырымызды бірінші 4-ке, содан соң әрбір бөлігін тағы да 4-ке бөлетін боламын. Сонда біздің беляшиларымыздың көлемі бірдей болады. Бөліп болған соң әрбір бөлігін домалатып, оларды біртіндеп жаятын боламын. Қалған бөліктері кеуіп кетпес үшін бетін жауып қойыңыздар. Маған беляшиларды қолмен жайған ыңғайлы, сол себепті қолмен жайып шықтым. Бірақ сіз оқтаумен жайсаңыз да болады. Жайып шыққан қамырымызға ортасына салмасын салып, видеода көрсеткендей түйетін боламыз. Түйіп болған соң үстінен сәл-сәл басамыз. Осылай әр бөлігін жайып, осылай түйіп шығамыз. Осылай дайындап қойған беляшиларымызды қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Беляшиларымызды терісінен саламыз. Беляшиді пісірген кезде майымыз қатты отта да емес, жай отта да болмау керек, яғни орташа оттан сәл төмен болу керек. Себебі беляшиміздің ортасы піспей қалуы мүмкін. Сонымен қатар беляшиді оң қаратқан кезде, қуырып жатқанда осы ортасындағы тесіктеріне қасықпен майды құйып отырсаңыздар, ортасы жақсы пісетін болады. Қуырылған беляшиларымызды қағаз сүлгіге қоямыз, сонда майы тартылады. Осымен беляшиларымыз дайын, ас болсын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса лайкпен қолдап қойыңыздар. Алдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Лаура.